Ажал аузындағы махаббат бір жұп қашықтары болыпты. Жігіт әлсіз, жасқыншақтау болса керек. Қашанда қиындыққа жолықса алдымен қалыңдығын сынап көруге мәжбүрлейтін болса керек. Ал бойжеткен осы үшін назаланатын. Күндердің күнінде теңізге саяхаттай шыққан қос ғашықтың қайығы дауылға жолығып аударылыпты. Әзер дегенде қайықтың сынық ағашын ұстап аман қалған олар амалсыз әлдеқайдан келер көмекті күтумен болыпты. Батыл, қайсар бойжеткен жігітін сынап көрмекке сен қорқасың ба деп сұрайды. Көзінде үрей тұрған жігіт жалма-жан қалтасына үнемі салып жүретін пышағын алып, егер әлдеқайдан қатер төнер болса, алдымен сені қорғаймын деп жауап береді. Дәл осындай қатерлі сәтте мынадай батыл шешімге бойжеткен іштей риза болады. Көп өтпей үлкен жүк кемесі бұларды байқап құтқаруға келе жатады. Қуанышы қойнына сыймаған қос ғашық дәл сол сәтте өздеріне таяп келе жатқан жыртқыш акуланы да көреді. Қорқыныштан қалқыма ағаштан ұстап қалған күйі мелшиіп қалған жігітке бойжеткен: тез ана кемеге бар күшімізбен малтайық, мүмкін аман қалармыз, тездет деп айқай салады. Бірақ жігіт қызды бар пәрменімен итеріп жіберіп, өзі бөлек жүзіп кетті. Бұған аңырап қалған қыз сол сәтте қатты күйзеледі. Төніп келе жатқан ажалға амалының жоқтығын біліп іштей қайғырады. Бақытына орай әлгі жыртқыш оның қасына келсе де, оған бұрылмастан жігіт малтап кеткен жаққа қарай өте шығады. Бейшара жігіт әп-сәтте акуланың аузына ілінеді. Жан таласып жатқан сәтінде бар даусымен мен сені сүйемін деп айғайлайды. Аман қалған бойжеткен есін жиған шағында кемешілердің қорқақ жігітіне аза білдіріп жатқанын көреді. Кеме капитаны қыздың жанына келіп, оны жұбата: бикеш, осы өмірімде көрген ең ер жүрек азамат сіздің жігітіңіз. Оның өлімі үшін қайғырамыз, сабыр етіңіз дейді. Жоқ, ол барып тұрған қоян жүрек. Мен ештеңеге қайғырмаймын дейді қыз жасын сүртіп. Кеме бастығы бойжеткеннің бұл қылығын түсінбейді. Қалайша оны кінәлап тұрсыз? Мен бәрін де бақылап тұрдым. Мен оның сізді кеме жаққа қарай итеріп жіберген соң өз білегін тілгенін көрдім. Ал акуланың қанға деген сезімталдығы өте күшті. Егер бұлай істемегенде сіздің аман қалуыңыз екіталай еді дейді кеме капитаны. Мейлі қаншама әлжуаз, қорқақ болса да, шынайы сүйіспеншілікке толы жүрек өмірдің ең бір қатерлі сәттерінде өз махаббаты үшін құрбан болудан бас тартпайды.